Сәлем достар, барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күріштің қайнатпа суының пайдасымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, пайдалы ақпараттарды алып, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтық дәмі қоймалжың болған, жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлар күн сайын таңертең 1 стакан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Қазір сіздерге емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттерді айтатын боламын. Кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Судан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Мұны шамамен 40 минуттай қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға біраз қасықтың өзі жеткілікті болады. Бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Құрметті оқырман, күріш сусыны 100% әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулары кезінде алдыңғы бөлікте айтылған рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стақанның 4/1 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды. Себебі оның әсері әлсіз болады және ол дәретті тым қатайтып жібереді. Қайнатпаны дайындайтын кезде біздің суымыз қайнаған болуы керек. 1 стакан суды қайнатып алып, үстіне біраз қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа суының бұлдырлауына мүмкіндік беріңіз. Суығаннан кейін ол сумен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 апта ішінде оң нәтиже байқала бастайды. Ал күрішті қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны теріні жасататын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған диета ұстансаңыз, жасушалар жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш қосылған айран бұтқасын қалауыңызша жей берсеңіз болады. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 кг тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын терге жағыңызда 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға да болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұрады. Көріп отырғаныңыздай, күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Сіздерге ақпарат пайдалы болған болса, лайк қалдырып, подписация батырмасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттармен бөлісемін.